Саламатсыздар ма? Бүгін біз пеште қара қазанда қуырдақ жасайтын боламыз. Көреміз. Так, бізге ірі қара малының еті осындай. Осыны ұсақтап тураймыз қуырдаққа. Майын бөлек, астына. Ал бастаймыз, етімізді тураймыз. Етімізді осындай кусокқа тураймыз. Көп ет турайтын болғандықтан ағаш батнас пайдаланып отырмын. Көп ет турайтын болғандықтан тақтайдың ағашын пайдаланып отырмын. Осылай ақындап турай береміз. Бүгін үйде күздік мал сойылып жатыр. Содан осылай қуырдақ жасаймыз. Каждый мал сойылған сайын. Енді еттің размерін малдың жасына байланысты туралу керек. Тез піскенін қаласаңыздар, бұдан да ұсақ қылып турасаңыздар болады. Біздікі жас малдың еті. Сондықтан осылай етін бірінші бір бөлек, астына майын тураймыз сосын. Қазір үйдегі пешке пісіретін боламыз. Пешті қыздырып жатырық. Қазанға пешке пісіреміз. Ет мынандай майлар болса бөлек-бөлек тураймыз. Өйткені майын еттің астына салып қуырып алған дәмдірек болады. Мен де күйеуіме көмектесіп жатырмын, Алла қалмаңыздар. Осы кісінің әйелі істеп жатыр екен. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады, мен туралы сұрасаңыздар болады. Басқа, мысалы, тамақтар туралы, басқа бір тамақты істеп көріңіздер деп айтсаңыздар болады. Соны жасап көреміз міндетті түрде. Етті турап болдық. Енді өкпе турап отырып, мысалы, қуырдақ болғаннан кейін осындай өкпе бауырсыз негізі қуырдақ дұрыс болмайды. Көк бауыр, қазір бауырымыз бар. Бауырымызды соңына қарай қуырдағымыз пісуге бір 10-15 минут қалған кезде салсақ, бауыр тез піседі ғой. Әдемі болады. Өкпе бізді жақсылап тураймыз өстіп. Қазір етімізді жуамыз салқын суға. Свежий ет болғандықтан бір жуып шайып салған жақсырақ болады. Көк бауырымызды да сөйтіп төртпіштілеп тураймыз. Бұны қуырдаққа қоссақ дәмдірек болады. Бұның дәмі ерекше. Қазанымыздың түбіне кішкене май қосып алдық. Енді үстіне осы қуырдағымыздың майын салып қуырамыз. Есебі шыжғырамыз шамалы. Майымызды араластырамыз. Қазанға піскен қуырдақтың дәмі бөлек қой, бөлек. Бөлексің. Майымызды қатты қуырмаймыз. Міне осылай томпип түрі өзгергенше ыстық майды ұстап, үстіне жуағымызды саламыз. Жуағымызды әрі турадым. Бұл ет піскенше
піскенше. Üstüne etimizni жудық. Енді ақырындап етімізді саламыз. Үлкен темір араластырғышымды таба алмайдым қазір. Так, ледникті саралып білейін. Кетіңіздер. Так, жағымызды араластырамыз жақсылап. Әлі бауырымыз бар. Картошка саламыз аздап. Енді осылай өзінің майына өзін пісіреміз. Так, там қуырдағымызды тұздаймыз. Үлкен бір уыс тұзбен. Екі тұздалмаған, сондықтан тұз көбірек саламыз. Өстіп жақсылап араластырамыз. Бұрыш себеміз кішкене дәмін келтіріп жақсылап араластырамыз. Қазір кішкене картошка және бауырын саламыз. Оған дейін бетін жауып пісіреміз. Енді бауыры мен картошкасын саламыз. Араластырамыз. Және тағы да аздап жуа салып жесек болады. Пісуге жақын болғанда. Мына жуамыз уже еріп, етке сынып кеткен. Жеке дәмін шығарып тұру үшін жуаны тағы да кішкене саламыз. Және тағы да кішкене тұз қосып. Тағы да кішкене бұрыш себеміз. Қуырдағымыз дайын. Енді тарелкамызға саламыз. Пеште, ауылда, қара қазанда піскен тамақ. Ол қуырдақты тем более жеген де арманда, жемеген де арманда. Сіздер де может осылай жасайтын шығарсыздар, может. Иә, біз ауыл вайп қой, короче. Ауылдан Просто істегеннен кейін түсіріп сіздермен бөлісейік деп шештік. Ауылдың тыныс тіршілігі. Егер тағы ауылда бір нәрсе көрсет десеңіздер, комментарийге жазып кетіңіздер. Так, жақсы көрсеңіздер, немесе түрі әдемі болсын десеңіздер, үстіне кішкене ас көк салуға болады. Бізге ұнайды, сондықтан біз өстіп салып кішкене жейміз. Ал бисмилла деп дәмін көреміз. Былай нанына майға төлесеңіздер болады. Майнана.
Керемет. Ас болсын, міндетті түрде үйлеріңізде пісіріп тұрыңыздар осылай. Сау болыңыздар. Қуырдағымыз дайын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.